Сәлем достар, сендермен бірге блог сериясы бүгін өте қызық болады. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал ендеше біз бастайық. Аяна жүр асқа қарай, таңғы асымызды ішіп алайық. Жарайды әпке. Так, не бар екен жейтін? Не жесем екен? Айтпақшы Аяна, мен кір жуып қойған едім. Соларды барып жайып келші, дастарханды өзім жасай берем. Жарайды әпке. Қазір жаям. Аха, жарайсың. Тамақ өте дәмді болыпты әпше. Рахмет, ас болсын. Сізге де ас болсын. Өте дәмді болыпты. Айтпақшы, Аяна, жоғарыда менің телефоным қалып кетіпті. Соны маған әкеп берші, алуды ұмытып кетіппін ғой. Жарайды әпше, қазір әкеп берем. Күте тұрыңыз. Жақсы, тез әкеле саш. О, сәлем. Қалайсың? Ойбай, сен кімсің? Қалай менен аумайсың? Кімсің сен? Жоқ, сен маған ұқсап тұрсың. Бұл қалайша екеуміз қалай бір-бірімізден аумаймыз? Мен түк түсініп тұрған жоқпын. Мен Аянамын. Жоқ, мен Аянамын. Қалайша? Аяна қай жаққа кетті? Ұзаққа кетті ғой? Тезірек әкелмей ме? Не болып кетті өзі? Бағана кеткен еді ғой. Сен қайдан келдің? Неге менен аумайсың? Соны айтшы маған. Айтпаймын, ал өзің қайдан келдің? Қорқып тұрмын, мәссаған мұндай да болады екен-ау. Жоғарын барып көріп келмесем болмайды. Аяна не болып кетті? Ұзақ болып кетті ғой. Барып өзім-ақ келейінші. Аяна, қайдасың? Мәссаған, өз көзіме өзім сен алар емеспін. Бұл қалай? Аяна, саған не болған? Екеу болып кеткенсің бе? Жоқ әпше. Қайталама сөзімді. Мүмкін емес. Қалайша сен екеу болып кеткенсің, өз көзіме өзім сен алар емеспін. Қорқып тұрмын. Оны өзімізді түсінбей тұрмыз ғой. Әпке, мен шын Аянамын. Жоқ, мен шын Аянамын. Қайсың шын Аянасыңдар? Мен. Жоқ, мен. Мәссаған, мен өз көзіме өзім сен алар емеспін. Достар, қалай ойлайсыңдар? Мұның арасынан қайсысы менің сіңілім? Қалай ойлайсыңдар? Ойларыңды комментарияға жазып кетіңдер. Тезірек айтыңдар, қайсың менің шын сіңілімсіңдер? Әпше, мен ғой. Мен. Жоқ, менмін. Оны тыңдамаңыз, ол алдап тұр. Екеуің бірде жауап беріп тұрсыңдар ғой. Енді мен қалай табам, қайсың менің сіңілім екенімді? Не істесем екен? Шатасып кеттім ғой. Түрлеріңде, дауыстарыңда, тіпті айтып отқан сөздеріңде бір-бірінен аумайды. Мен ғой, әпше, қалайша білмейсіз? Жоқ, әпше, мен ғой, қалайша білмейсіз? Тезірек менің артымнан жүріңдер. Маған бір ой келген сияқты. Жүріңдер тезірек. Мен шын Аянамын. Жоқ, мен. Өз көзіме өзім сен алар емеспін. Мен екеуінің араларында қайсысы менің сіңілім, нағыз сіңілім екенін білмеймін. Сондықтан да маған бір ой келді. Қандай ой келді? Қандай ой? Айтыңызшы, бізге қызық болып жатыр. Арамыздан қайсымыз шын екен табас па сонда? Мен сендерге сұрақ қоям. Сол сұрақтарға жауап бересіңдер.
Кім дұрыс жауап берсе, сол менің нағыз шынайы сіңілім. Ал кеттік, бастаймыз ба? Я, айтыңыз, мен дұрыс жауап беретіме сенімдімін. Ал айтыңдар, менің ең жақсы көретін түсім қандай? Жасыл. Жасыл. Жарайды. Ал менің ең жақсы көретін спорт түрім қандай? Ал айтыңдар. Волейбол. Я, волейбол. Сіз оны күшті ойнайсыз ғой? Я, сіз өте күшті ойнайсыз. Уже маған қиындап жатыр. Екеуің жауаптарың да бірдей. Мен енді қалай табамын қайсың шынайы екендеріңді? Так. Өте маңызды бір сұрақ қою керек. Таптым. Мен шашымды алдында қандай түске боядым? Сіз шашыңызды сары түске боядыңыз. Қара түске боядыңыз. Екеулердің жауаптарың екі түрлі. Бірақ дұрыс жауап біреу. Мен шашымды сары түске боядым. Значит, сен менің сіңім емес екенсің. Тауып алдым. Сау бол. Дұрыс жауап сары. Ақыры таптыңыз-ау, вообще мен қатты қорқып кеттім ғой. Айттым ғой мен деп. Мынауды жағаласып бір. Ой, қалай біліп қойдыңыздар? Енді мен кеттім онда. Қалай тез тауып алдыңыздар? Сау болыңыздар. Я, сау бол. Болысың, дұрыс болмады. Вообще қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Сіз өте ақылдысыз. Мен қорқып кеттім сені таппай қалам ба деп, өйткені екеулердің түрлерің де бірдей, дауыстарың да, жауаптарың да бірдей. Бірақ қызық болды, иә? Я, шынымен де. Ал достар, бүгінгі біздің бөліміміз аяқталды. Бізге тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Сендерге ұнады ма, қалай? Келесі бөлімде кездескенше. Лайктарыңды басып, тілектерді ұмытпаңдар. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.